Ассаламу алейкум алтындарым. Біз бүгін палау дайындаймыз. Бисмилля деп кірісеміз. Бізде бұл жерде 2 пиала, 2 кружка күріш бар және етіміз. Сәбізіміз және пиязымыз бар. Сәбізімізді осылай көбірек қоссақ, күрішіміз өте дәмді болады. Аршып, тазалап жуып алғаннан кейін осылай турап шығамыз. Қалауларыңыз бойынша қалың, не болмаса жұқа турасаңыздар болады. Біздер балалар жақсы көргеннен кейін 2 үлкен сәбіз жасап қостым. Бірінші сұйықтамаймыз, құямыз. Бұл жерде көбіміздің қателігіміз. Бірінші біз пиязды қуырып аламыз. Негізінде етті қуырған дұрыс. Бірінші етті қуырамыз сары болғанша. Сонан кейін пиязымызды турап саламыз. Пиязымыз сарғайып, етіміз сарғайғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Әрдайым араластырып тұру керек. Асты қатты күйкетпеу керек. Сұйықтамайды, барынша кішкене көбірек қосқан жақсы. Күрішіміз шашаң қылып, өте дәмді болып, майлы болып шығады. Енді біз бұл жерде тұз себеміз. Үлкен қасықпен, ас қасықпен жартысын саламыз. Және де осындай дәмдеуіш қосамыз. Для плова деген күрішке арналған. Осылай қосып шығамыз. Бұл түсін сарғыштайды және де өте дәмді дәм береді. Өстіп қосып алғаннан кейін, және де күркума қостым мен. Күркума бұл не үшін? Ол өте пайдалы денсаулыққа да. Және де бұл жерде күрішіміз сап-сары болып шығады. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, менің етім көргендеріңіздей сарғайып, қызарып, әдемі болып шыққан. Осылай пиязбен етті әбден қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін енді сәбізді үстінен қосамыз. Сәбізді қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін бетіне қанша кесе, қанша пиала күріш алдық, сонша күріш суымызды бірге бір құйсақ болады. Енді бұл жерде күрішке де байланысты. Кейбір күріштер езіліп кетеді, бірге бір құйсам. Кейбір күріштер езілмей піспей қалады дұрыс. Менде бұл жерде баракат күріші. Бұл күріште мен мысалда 2 кесе пиала, кружка күріш алсам, ондайша мен бұл жерде 3 кесе құямын суды. 3 пиала құямын. Өстіп жақсылап араластырып алғаннан кейін жауып қоямыз. Әбден қайнап, бұрқырағаннан кейін таза күрішімізді саламыз. Күрішті мен 7 рет жуамын. 7 рет жуғанда бұны әбден несі тазару керек. Күріш таза болу керек, суы мөлдір болу керек, тап-таза болып. Соға дейін жақсылап тұрып жуып аламын. Және де осылай күріштерді салып тегістеп шығамыз. Тегістеп шыққаннан кейін бетін жақсылап жауып, астын азайтып, жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағатқа қоямыз, бірақ та арасында 15 минут өткеннен кейін күрішіміздің қақпағын ашып, жақсылап, жан-жағын жинап, және де ортасын тесік жасаса да болады. Сол кезде өте дәмді болып піседі. Міне күрішіміз дайын болды. Жарты сағат бізде өтті. Ачучук салатын жасап, және де осылай әдемілеп столға қойсақ болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған ай толқын. Жақындарыңызды тәтті тамақпен қуантыңыздар.